атом қозғалысы жүріп жатыр. Бейтарап атом қозғалысы. Молекула 4. Молекула 4. Тамаша, 4-еуің досыңдар. 4-еуің біріктіңдер. Мына жақта 2 жігітке тағы 2 адам керек болыпты. Бара ғой Меруерт. 4-4-тен. Балалар, ендеше сабағымызды осы 4-4-тен молекула болдыңдар ғой. Осы бойынша топқа отырып жұмысымызды бастайық. Балалар, біз топқа бірігіп алдық. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшелері деп аталады. Бүгінгі сабақта біздің оқып үйренетініміз адамның тыныс алу жүйесінің неден тұратынын білеміз. Ендеше бүгінгі біздің жететін мақсатымыз тыныс алу мүшелері екен. Бүгін осы мақсатты тыныс алу мүшелерінің бәрі неден тұратынын білсек, ендеше біз мақсатқа жетеміз. Ендеше жұмысымызды бастайық. Бірінші өткенді тексергім келіпті. Ол үшін сендердің алдарында ресурста мынандай ас қорыту мүшелеріне байланысты тест бар. Оның мына жағында 6 сәйкестендіруге байланысты тапсырма, және оның артында 4 сәйкестендіруге байланысты тапсырма. Жиынтығы 10 ұпай бар. Қазір алдарындағы ресурстар тарап алыңдар. Ағай, балалар түсінбейді мәселені. Осының бәрін жинап аламын. Себебі, мен сендерге қазір осы кітаптан жаз. Осы уақытқа дейінгі осы ас қорыту мүшесі туралы алған білімдерін тексеріп кетті. Топ басшыны анықтап алыңдар, өздерінің бөлістерін топ басшы болып анықтап алыңдар. Топ басшы, мына алдарында ресурстар жатыр. Сол ресурстардың ішінде мынандай айналайын болды келесі уақытта боласың, осы уақытта боласың. Мынандай өткенді қайталау қарағысы бұл жерде айналайын ақпен. Міне ас қорыту мүшелерін сәйкестендіріңдер. Жақсы, жұмыс жасап жатырмыз. Қазір осыны жүппен 1 минут уақыт біткеннен кейін жүппен тексереміз. Балалар, жүпімізбен жаңағы орындаған тестімізді тексеруге кірісеміз. Бір-бірімізбен алмастырамыз. Жақсы. Енді мына тақтаға қарай отырып, ұпай беріңдер. Ас жекемен араласып майдаланатын қуысты біз ауыз қуысы дейміз. Дұрыс болса 1 ұпай беріңдер. Асқазанды дұрыс тапса 2 ұпайды, өңешті тапса дұрыс 3 ұпай, аш жекті тапса 4 ұпай беріңдер. Енді екінші парақтың екінші бетін аударыңдар, соны бағалайық. Ауыз қуысы деп жазылса 1 ұпай беріңдер. Өңеш дұрыс тапса 2 ұпай, бауырды тапса 3 ұпай, ашшек пен тоқшекті дәл тапса, ішкісі ашшек, сыртын қоршыртқан тоқшек дұрыс тапса, тағы да 1 ұпай, жиыны асқазан тапса, жиыны 10 ұпай болады. 10 ұпай болса, бағана сендерге берген өзіндік бағалау парағы бар ғой, 5 саусақ. Соның біріншісіне балалар 10 ұпай деп жазып беріңдер көршілерге, жұптарға. Кестік пе? Үй тапсырмасын өткенді 5-ке біледі екен. 10 ұпай деп белгілеулеріне рұқсат. Адамның тыныс алу жүйесінің неден тұратынын білетін боламыз. Бүгінгі сабақта біздің әрекет етуіміз үшін осы адамның тыныс алу жүйелерінің барлығын үйреніп, аттарын біліп, қызметін біліп, қайсынан кейін қайсы мүше екенін бәрі білім алса, кезеңді. Ендеше біздің бүгінгі мақсатқа жеткеніміз болады. Бүгінгі сабақтың мақсаты көз алдарында тұрсын. Енді мен сендерге мынандай жұмысын айтайын, балалар, топтық жұмыс. Бейне көрсетіп бүгінгі жаңа тақырыпты түсіндіру үшін балалар жаңа тақырыпты түсіндіру мақсатында болған бейне көрсетілімді тамаша түсіндіге. Ендеше осы алған білімімізді толықтыру үшін бүгін сендерге топтық жұмыспен жұмыс істеуге сендерден өтінемін. Бірінші топ тыныс алу мүшелері макетпен жұмыс жасайсыңдар. Бұл жерде сендер кітаптардың 54-ші бетін ашып, сол жердегі ресурсты оқисыңдар. Және де сендерге мынандай макет бар. Осы макетті қолдана отырып, тыныс алу жүйесінің қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп бересіңдер. Топ басшысы келіңіз, қазір осы макетті алыңдар. Екінші топ. Топ басшылар келе қалыңдар, тұра қалыңдар. Екінші топ. Сіздер қарама-қарсы тұрыңдар. Қарама-қарсы тұрыңдар, қарама-қарсы тұрыңдар. Осы тұрыңдар.
туралы біз сол бетке келдік, бірінші топ сіз ұстай қойыңыз. Біздің оқулығымыздағы екінші топ айналайын ерғанат. Екінші топтағы армиштің белгісі бар ғой. Сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Планшет беремін қазір. Сол планшетпен осы бізге түсіндіріп беріңдер. Келістіре балдар? Жақсы. Келесі екінші топ сіз өзіңіздің ресурсыңызды алыңыз. Міне планшетіңіз бар, жұмыс жасауға дайындалыңыз. Үшінші топ сіздердікі өкпе ең басты мүше. Өкпенің моделін жасайсыздар. Үшінші топ сендерге мына ресурстар пайдалана отырып, өкпе қалай жұмыс жасайды, соған тәжірибелік жұмыс жасайсыздар. Ресурстарды алып отырып. Төртінші топ сендерге кәдімгі қойдың өкпесі, ол адамның өкпесіне ұқсас болады. Міне, осы өкпені алып, осының ішіндегі мүшелерді жеке-жеке атап, және мына қағаздармен сәйкестендіріп, бізге жұмысты жасап әкелесіздер. Сендердің дисциплиналарымен қазір таныстырамын. Жақсы отыра отырып. Разма деді осы, кішкентай қағаздандырып. Сендерге қолдық қағазы керек. Балалар, бірінші тобымыз дайын екен, өзі белгісін берді. Бірінші топтың жұмысын тыңдайық. Бірінші топтың критерийі мынандай екен, мұқият тыңдап алыңдар. Тыныс алу жүйесі неден тұратынын атаса, бір ұпай алады. Ағзаның қалай тыныс алатынын түсіндіре алған жағдайда 2-3 ұпайлар алады. Және ағзаның қозғалысын жолын көрсете алса, 3-ші ұпайды алады. 3 ұпайдың бағаланады, тыңдайық мұқият. Мұрнынан кірген ауа қан арқылы жойды. Оның ішіндегі вирустар мұрынның ішіндегі қылшықтарға жабысып қалып қалады. Солай қанның ішінде жойған ауа өкпеге барады. Қандай ауа тамыр қызыл? Нені әкелген ауа? Оқ жегін әкелген ауа. Ал көк түсті? Көмір шықылын әкетіп бара жатқан ауа, тамырлары ол көк түсті болады. Жақсы дұрыс. Әмина. Жақсы. Өкпеде тағы не болады? Бұл сол жақ өкпе. Өкпенің қызметі қандай? Өкпенің қызметі өкпеге ауа, мұрын мен ауыз арқылы ауа өкпеге барады. Газ? Газ, көмір қышқыл газды көмір қышқыл газ. Не көмір қышқыл газ? Өкпеге не істейді айта қойыңдар? Көмір қышқыл газ не істейді екен айеке? Өкпеге не қысым түсті болу, нені әкелді қасып? От деген әкелді. Одан кейін не істеді? Көп шілдеу қайтып бара жатыр екен неге? Көмір қышқыл газын арқалап кетеді екен. Ендеше өкпенің міндеті газ алмасу үдерісін жүреді екен өкпеде. Жақсы, келесі айта қойыңдар. Айта қойыңдар. Қолында ма? Айта қой, сен айта қой. Бұдан айта қой. Жарайды, жақсы. Бағалар сөйлейік.
үш ұпайдың бағдаршам қандай түсіп аласың? Неге жасыл түсті деп ойлайсың? Өйткені олар бүкіл мультфильмді таныстырып шықты бізге. Және де мон тусын бәрін таныстырып шықты бізге. Жақсы. Мен де келсем болды. Үш критерийді де орындады. Менің үш түрлі смайлик болған. Бүгінгі үш ұпайды беретін смайликті мен осыларға беремін. Рахмет сендерге. Жақсы жұмыс жасадыңдар. Отыра қойыңдар. Біздің топ Армиштің бағдарымыздың көрсетеді. О, қандай күшті. Армиш үшін не керек екен бізге? Армиш бізге көрсету үшін Қоса қойыңдар. Жақсы. Көреге сөзін. Ауамыздың жылытады, бұрындың жылытады. Сол жағынан Қисық болып кетті. Одан кейін айтады. өкпеде Кеңірдек арқылы кеңірдектің мүшелері. өкпеге барды ары қарай айта бер. Жер ғана қосақ бар ма айта бер. Өкпеде қызыңның жағында ауа жұтқынша аралы Тоқта. ауа жұтқыншақ арқылы көмейге түседі. Одан әрі кеңірдекке өтіп тағы да тазартады. Әрі ығылданады. Кеңірдек екі ауа тамырға бөлінеді. Олар өкпеге жалғасады. Өкпе тыныс алу жүйесінің басты мүшесі болып табылады. Тамаша. Балалар, мен үш ұпайымды да бергім келіп тұр. Өйткені тыныс алу жүйесінің неден тұратынын атады ма балалар? Тағы да оның түсіндіре алды ма? Тамаша түсіндірді, е? Және оның қозғалысын бәрін түсіндіріп берді. Мен үш ұпайым беремін. Ал төртінші топ сендер қалай бағалайсыңдар? Төртінші топ? Бағалай қойыңдар. Айта ғой. Айта ғой. Тез тақылдап айтшы біреу. Тез айта ғой. Неліктен? Өйткені кейбір адамдар айтамады. Жақсы. Құрметті оқушылар, үшінші топтың өкпе ең басты мүше деген тәжірибелік жұмыс екен. Олар өкпенің моделін қарастырды. Сонымен қалай жұмыс істейтінін көреміз. Үш ұпаймен бағаланады. Ал жақсы, бастаңдар. Біз қазір көрсетеміз. Өкпе қалай істейтінін. Мен оң жақ өкпені, ал аяулым сол жақ өкпені көрсетеді. Бұл жерде не болып жатырмын? Мансұр түсіндіре кет. Өкпе оттегіне толып айта қойыңыз. Бұл кезде өкпе ауа далаға шығады да қайтадан ішке кіреді. Жақсы. Ары қарай айта беріңдер. Ал енді мынау біздің өкпенің ішіндегі нелер. Біз бағана өкпе үрленіп нетіп жабылып жатыр. Ал енді осыларды үрлеп жабылып алатын осы Қан тамырлары, е? қан тамырлары. Өкпенің үлпершектері деп атаймыз, е? Ауа тамырларының басына бекіген екен. Жақсы. Ары қарай. Арай, сенің айтарыңды тыңдайық. Үшінші топты бірінші топтан бағалаймыз. Қане кім? Ақбел бағалай ғой. Мен үшінші топты сары бағдаршамен бағалаймын. Өйткені олар кейбір балалар қатыса алмай қалды. Ол қатыспады деп тұрсыңдар, е? Жақсы. Ал балалар, төртінші топтың тапсырмасы өте тамаша. Біз адамбыз ғой, е? Біз қойдың өкпесі, осы адамның өкпесіне ұқсас болады. Соны қазір зерттеп, қолымызбен ұстап көріп жатырмыз, е? Сендерде критерий мынандай, тыныс
салу мүшелерінің бәрін атын атай білулерін керек. Соны бағалап отырамыз. Ол ағзаның қалай демалатынын түсіндіресіңдер және атап сәйкестендіріп аттарын сәйкестендіріп көрсетулері қажет. Ал мұқият тыңдайық, бастай қойыңдар. Тыныс алу мүшелеріне өкпе, ауа тамырлары және де көге жатады. Оң жақтағы өкпе сол жақтағы өкпеге қарағанда үлкенірек. Біз мұнымен алып қан тез шығып, ауаны жылытады. Ары қарай ол кеңірдектен өтеді. Ол екі жаққа, екі өкпеге қарай өтеді. Міне ауа тамырлары. Ал енді біз көргіміз келіп тұрғанда қойдың тамырларын көрсетіңізші кәдімгі. Бұл не екен? Бір-бірден айтыңызшы аталар. Мынау деп, Нұрай сен баста. Ауа тамыры. Көрейінші ауа тамыры қандай болады, не? Өкпенің ортасында тесіктер болады екен, мынау үлкен ауа тамыры сияқты, айта қойды. Көкке. Ал өкпе. Енді сен қайсыны таптың? Мен көкетті таптым. Көгет дегеніміз ол диафрагма, не? Және аяғының суретінен көрдім. Ал мына не ұзын? Бұл ұзын. Сол осы шланг сияқты екен, бұл не нәрсе? Бұл кеңір. Кеңірдек? Кеңірдек пе екен бұл? Ауа жылытатын кеңірдек екен, не? Ал кеңірдек неге ұқсайды екен? Кеңірдек жақсы. Міне қараңдар, не? Екі ауа тамырына бөлініп, мына жағы оң жақ өкпеге, мына жақ сол жақ өкпеге бөлініп кеткен тұс екен, не кеңірдектің, көрдіңдер ме? Кеңірдек өзі шеміршектен тұрады екен. Міне өкпемізде міне оң жақ өкпе, сол жақ өкпе болады екен, не? Мына үлкен тамырлар, кішкентай ауа тамырлары. Мына өкпенің өзі басқаша екен, не? Жақсы, рахмет сендерге, көп рахмет. Жақсы, арай бағаласыңдар, арай бағалайын. Мен оларды жасыл бақташамен бағалаймын. Өйткені олар бәрін түсіндіріп сізге үйретті. Мен де келсем, өзімнің ұшпайын беріп, тоқты бағалау тарағына бағалап қойдым. Өте тамаша жұмыс жасадыңдар. Рахмет, дөңгел шапалақ отыра қойыңдар. Балалар енді қазір денені сергіп қалайық. Сергіту сәтті бізде сіздердің өкпелерінің қаншалықты келгеніне байланысты. Мен қаншалықты шыдақлылық деп аталады. Қазір мен секундомерді қосамын, мұрындарыңды, ауыздарыңды жабасыздар. Кім қаншалықты шыдайды, сол тұрады. Кім шыдамай демалып қойды, сол отырады. Соған байланысты көріңіз. Бәрін бірге көрсетіңіз. 2, 3. Секунд, 10 секунд. Аяғым. 25 секунд, 26 секунд, 28 секунд сенікі. 32 секунд көзір сенікі. Сіздер тамаша топтық жұмыс жасадыңдар. Енді келесі тапсырма біздің сынып болып жүйелі топтық жұмыс жасауымызды сіздерден сұраймын. Модель жасайық қазір. Мынау біздің балақайымызде өткенде аспорттың мүшесі осыған тамаша біз жұмыс жасағанбыз. Енді бүгін әр топ өздерінің өкпе, мұрын қуысы деп бөлінді қой. Бірінші топ сендер қандай топсыңдар? Мұрын қуысы. Екінші топ? Үшінші топ? Өкпе қайда? Демалатын өкпе қайда? Жақсы. Қане, мазеттен жасаймыз. Балалар, бүгін прикерс қосымшасы арқылы тексердік. Сендердің алған білімдерің 65% екен. Әлі де сендерге білім қандай тамаша жұмыс істеп, балақайымыз қандай әдемі. Рахмет сендерге, отыра қойыңдар. Енді бүгінгі алған білімдерімді бекіту мақсатында мен сендерге бүгінгі алған білімдерімді бекіту мақсатында
Men sizlarga Trikespin test tayyorlab keldim. Qanaqa Trikespin QR kodini olib olinglar, men sizlarga testni qo'yib berayin. Trikes qo'shimchasi bo'yicha 4 testimiz bor, so'g'in javob beringlar. A asqazonda bo'lishi tek video bo'lsin-da, yana denemizni döküp, denemizni qay bölümde o'rnashgan. Qanaqa men sizlarga skanerni berayin, durust javoblarni yaxshi qabullanadi. Aybike durust, Aldana durust, Aqbel durust, Baturxon durust, tamosha. Endi ikkinchi so'roq berdim, bari qabullandim. Men chetdan ko'p janib turib, bolalar. Kitobdagi 24-25-betda tamosha. O'zini o'zleringizni bolalar. So'g'anning foydalarini yozib, ат жүндөрүн жазып, күнделік ішіне салып берді, мен сіздердің бағаларымды қойып беремін. Жеке күнделіктеріне қалыптастырушы бағаларымды қойып беремін. Жиыны 20 ұпай жинаған балаға 5, 10. Қайтам. Қанша ұпаймен бағаладың, Мансұр? 10 ұпаймен. Сен қанша ұпаймен бағалап жатсың? 10 ұпаймен. Қане. Сендер қалай бағалап жатсыңдар? Жақсы, рахмет. Бүгінгі мен біздің сабаққа берген кері байланыстарына рахмет. Маған да сіздерге жұмыс жасаған ұнады. Сіздерге мен де басқармағымды беремін. Енді рефлексия жасайық. Бүгінгі сабақтан ұнаған сабақ туралы айтарым бар ма? Достармен бөлісесің, әлде есіңе сақтайсың ба? Осыны сендер алдарындағы кішкентай стикерға әдемі ручкамен жазып, маған неге жабыстырып берсеңіздер болады. Қане. Жаза қойыңдар. Содан кейін жабыстыра қойыңдар. Кім жазып болды, жабыстыра қойыңдар. Көп балаға сабағынан тие бүгін жақсы тамаша. Жақсы болғандарымыз қайтамыз. Жарайды.